Сәлеметсіздер балалар. Бүгінгі сабағымыз дифференциалдық теңдеулер жайлы болмақшы. Біз 12-ші класста дифференциалдық теңдеудің 4 түрін өткенбіз. Енді бүгін соның 3 түріне жеке-жеке тоқталып өтейік. Енді мысалы жалпы айтатын болсақ, дифференциалдық теңдеулердің қандай түрлерін өттік біз. Ең бірінші ол қарапайым. Енді қарапайым дифференциалдық теңдеу жазбай қойық. Ол енді оп-оңай. Біріншісі айнымалылары ажыратылатын. Енді бұлар былайша айтқанда x пен y пен айтатын болсақ, бүкіл y-ге байланысты функцияны бір жаққа, одан кейін екі теңдеудің екінші жағына бүкіл басқа айнымалармен байланыстырды. Екеуін екі жаққа ажырата алатын болсақ, одан кейін интеграл арқылы біз теңдеуді шығара береміз. Екіншісі, осы айнымалар ажыратылатынға жақын, осыған келтірілетін, былайша айтқанда ол біртекті дифференциалдық теңдеулер. Яғни мына жерде біртекті дифференциалдық теңдеуде біз бірден y пен x бір-біріне ажырап кетпейді, бірақ y тең u көбейтілген x тең бір жаңадан u деген функцияны енгіземіз. Осы арқылы y штрих тең u штрих x плюс u x штрих енді былайша айтқанда. Осы арқылы қойып, біртекті дифференциалдық теңдеуімізді айнымалылары ажыратылатын, яғни мына түрге әкеліп шешеміз. Үшінші, ол бірінші ретті сызықтық дифференциалдық теңдеу. Енді оны былай жататын болсақ, оны біз y штрих плюс p y тең q деген түрге келтіріп аламыз да, интегралдық фактор деп аталатын функция нәрсеміз бар, сол арқылы шығарамыз. Одан төртінші түрі балалар, ол екінші ретті дифференциалдық теңдеу. Енді бұның енді бұл y штрих плюс a y штрих плюс b y тең 0 деген сияқты, или a b c, яғни a b c. Бұны енді характеристикалық теңдеулер бар ғой. Лямбда квадрат, а лямбда квадрат плюс b лямбда плюс c теңі дифференциалдық квадрат теңдеу шығып, осы лямбданың түбірлеріне байланысты шешімдеріміз болатын еді. Міне осыған жалпы қорытынды жасап жүрейін, түгелін бірдей еске сақталу үшін. Бірақ мына өрді жеке қарастырмаймыз, өйткені бұған уақыт көп кетеді. Бүгінгі сабағымызда айнымалары ажыратылатын, яғни біріншісі мынауымыз біз айнымалылары ажыратылатын. Екіншісі мына түрі ол біртекті. Мынау ол бірінші ретті. Екеуі ұқсайды, ана біртекті, мына бірінші ретті. Бірінші ретті сызықтық. Енді осыларға міне жеке-жеке түсіндіріп берейін, щоб кейін әртүрлі есептерге келіп қалған кезде балалар сендер айыра алатындай. Давайте біріншіден немізді бастайық. Енді айнымалылар ажырататын, енді қайсысын ала салайық. Допустим, енді маған мына келіп тұр. X куб минус 9 синус y көбейтілген y штрихтің орнына біз әрине dy бөлінген dx деп жазамыз. Тең x квадрат косинус y. Енді балалар тырысайық, бағана айттым ғой, y-терді бір жаққа, y-тер екінші жаққа, x-тер ортасы тең тұра берсін. Ортасы тұра берсін. dy-ім тұр. Яғни мына синус y-ім тұр. Синус y, dy тұр өзі. Мына косинус y мұн жаққа келеді, ол бөлу болып келеді. Бөлінген косинус y. Мұны жақта не бар? X квадрат тұр. Мына dx бөлінді тұрған мұн жаққа көбейту болып келді. X куб минус 9 алдында тұрған мұн жаққа бөлінге келді. X куб минус 9. Болды, көрдіңіздер ме? Мұн жақта x-тер, мұн жақта y тұр. Енді тек қана екі жағынан интеграл алсақ болды. Синус y бөлінген косинус y dy. Енді жеке-жеке интеграл табайық. Мысалға синус y бөлінген косинус y dy. Енді мына жерде бізде косинус y-ті т деп алатын болсақ, екі жағынан туындалатын болса, косинус туындысы синус туындысы косинустікі минус синус y dy тең dt. Осыған байланысты синус y dy тең dt болса, минус мұн жаққа жібереміз, яғни мына өрдің орнына синус y dy-дің орнына мен минус dt деп жазамын, минусты мұн жаққа жіберемін. Косинус y бөлімде ол т. Минус тұра береді, бір бөлінген т-ның интегралы ln т, немесе минус ln т дегеніміз бізде косинус y. Яғни мына өрдің орнына минус ln косинус y деп жазамын, мына интегралдың орнына. Тең. Енді мына жерде дәл солай, мына интегралды жеке есептеп алайын.
x квадрат dx бөлінген x куб минус 9. Бұл жерде дәл алмастыру кезде бөлімді x куб минус 9 деп алсам, екі жағынан туындылайын. 3x квадрат dx, x куб плюс 3x квадрат dx 9 тең dt. Бұдан x квадрат dx дегеніміз, x квадрат dx дегеніміз ол dt бөлінген 3. Яғни мынаның орнына мен тең интеграл мына өрдің орнына мен dt бөлінген 3-ті қойдым. Мына өрдің орнына ол t деп бердім 3-ті. Немесе 3-тен 1-ден коэффициент 1 бөлінген t-ның интеграл ол ln t немесе ln t-ның орнына, яғни мына жерге ln t-ның орнына x куб минус 9 плюс c. Болды, мына минусты, мына минус 1 деп алуға болады ғой. Дәрежеге жіберсе болады, мына жаққа минус 1 дәрежесі. Екі жағынан ln-ді алып тастауға да болады. ln c деп алсақ, сонда бұл жақта не болады? 1 бөлінген, мысалы, косинус y, косинус y-дің минус 1 дәрежесі тең x куб минус 9 көбейтілген c. Міне былай айтқанда жалпы шешімі мына өрі тең деп едім. Негізі айтайын деп тұрғанымыз, айнымалылар ажыратылатындарда, яғни бүкіл y-терді бір жаққа, бүкіл x-терді бір жаққа жинап алып тастасаңыздар болды. Дәл солай өздеріңіз қазір мынаны екінші теңдеуде мына c-ны шешіп көруге болады. Мысалға, енді c-да бірден айтып болады мына жерде. Қараңыздар, c-ны қараңыздар. Мысалға, dy тұрсын делік. c-ны шешіп жатырмын. dy тұра берсін. Мына жақтағы y, міне y плюс 1. Бұлай енді, бұлай жазсақшы. x плюс 5 dy тең деймін. y плюс 1 dx деп алдым. Енді y-терді мұн жаққа жинамын, dy тұр. Мына y мұн жаққа бөліп барады. Бөлінген y плюс 1 тең. Мұн жақта dx-ін өзі тұр. Мынау мұн жаққа x плюс 5 бар. Ол мен x-тер бөлек, y-тер бөлек. Екен интеграл алатын болсақ, мына тіпті оңай екен. ln y плюс 1 тең ln x плюс 5 плюс c. Арғы екі жағынан ln-ді алып тастасақ, y плюс 1 тең x плюс 5 көбейтілген x плюс 5 көбейтілген c. Міне осылай айнымалылар ажырататындар, былай айтқанда ең қарапайым теңдеулер. Енді айнымалылар ажыратылатындарды қарастырып біттік. Енді келесіге барайық. Келесіміз ол жаңа айттым, ол бір текті дифференциалдық теңдеу. Міне мына өрлер, бұлар енді қарасаңыздар, қазір айнымалыларына есеп келген кезде емтиханда сіздер мынаны айнымалысын ажырата алмайсыздар. Мына жерде өзіңіз көріңіз. Қараңыздаршы. x плюс 2y dx делік тең, мына жаққа жібердім, x dy делік. Енді y-терді мұн жаққа жинайық десек, мынау y өзі жеке барамайды, ол жақшылап тұрға x плюс 2y көрдіңіз ба? Мына x мүмкін жаққа баратын шығар былай айтқанда, бірақ y бара алмайды. Яғни мына жерде сіздер айнымалыны ешқалай ажырата алмайсыздар. Сонысы қиындау. Енді мына жерде мұн жерде бір текті дифференциалдық теңдеулерде біз y тең u көбейтілген x негізгі әдіс осы. Содан кейін y штрих, енді мынадан туындалсақ не болады? u штрих көбейтілген x плюс u көбейтілген x штрих ол бірге тең. Яғни x штрих ол мынау бірге тең. Сол кезде u штрих x плюс u деп саналады. Енді осы жердегі енді мынаны да шығарса болады немесе. Қазір екеуін де көрсетейін, примерно асын көрсетейік. Енді мен y штрих деп жазғаннан кейін қазір y штрих. Ал y штрих дегеніміз ол d y штрих ол dy бөлу dx екенін білетін шығарсыздар. Мысалға міне бағанағындай жаздық міне x плюс 2y dx тең x dy. Маған y штрих керек, яғни мынаған бөліп жүремін. Сонда x плюс 2y тең x көбейтілген dy бөлінген dx. Яғни мынау бізде y штрихтің орнында тұр. Енді бағана айттым да бір айнымаларды енгіземіз. y-дің орнына u көбейтілген x деймін. x плюс 2 u көбейтілген x тең x көбейтілген y штрих, ол міне тұр, y штрихтің орнына u штрих x плюс u. Все, жақшаны ашайық. Бұл жерден x шығарып жеуге болады, көрдіңіздер, x 1 плюс 2u тең x u штрих x плюс u. x-қа бөліп жүрдім теңдеуді. 1 плюс 2u тең u штрих x плюс u. Екі жақта мына u-ды мұн жаққа апарам, минус болып барады. 1 плюс 2u алынған ол жай ғана u болды, тең u штрих x. Енді u штрих дегеніміз не еді? u штрих дегеніміз ол du бөлінген dx қой. 1 плюс u тең x көбейтілген мынаның орнына мен
ду бөлінген dx деп жазамын. Енді бағананда айнымаларды ажыратылайық. Мына dx-ті мына жаққа жіберсем ол көбейту болып келеді. Мына x-іміз мына жаққа барса бөлу болып келеді. Тең мына жақта ду тұр. А мына 1 плюс сол жаққа бөлу болып барады. 1 плюс. Мына жердің айнымалылар ажыратылуға бағанаға екі жағынан интеграл аламын. Мынаның интегралы барлығымыз білетін шығарсыздар ln x. А мынаның интегралы ln 1 плюс u. Енді плюс c деген немесе плюс ln c дей салайын, сол кезде ол болады ln 1 плюс u көбейтілген c. Екі жағынан ln-дерін алып тастайын. Сонда x тең 1 плюс u көбейтілген c. Енді ең соңын ұмытып кетпеңіздер, бізде y тең ux болған. Бұлай болатын болса, u-мыз ол тең y бөлінген x қой. Осыны қоюды ұмытып кетпеңіздер, қайттан u-дің орнына. Сонда x тең 1 плюс y бөлінген x көбейту c. Енді ары қарай былай айтқанда жалпы шешім осылай аяқтауға да болады. Енді ол есепке байланысты кейін бір қандай да бір каша есептері, бір данныйлар берілетін болса, бізде мына жерде жай ғана жалпы шешімін табу керек болады. Тағы да бір мысал келтіріп берейін осыған, естеріңізге 2 рет түсу үшін. Сонымен бір тектіде қалай шығарамыз? Негізгі әдісіміз бір тектіде ол y тең u көбейтілген x дейміз, одан y штрих ол те болады u штрих x плюс u. Енді нөмірді қарап көрейік. Айтпақшы болар, бір текті білу үшін y-дің орнына лямбда x немесе лямбда t деп жазған кезде, немесе лямбда y деп жазған. Бүкіл лямбдалар қайттан қысқарып кететін болса, содан білуге болады бір текті екенін. Немесе дәрежесіне қарап алады. Екінші дәрежесі, бірінші дәреже, мына жақта да бірінші дәреже, мына жерде бірінші дәреже көресіз, дәрежелер бірдей, тектері бірдей. Мына жақта қараңыздар, мысалы куб. А мына жерде квадрат жақшаның ішінде. Бірақ сыртында бір дәреже екен болсам да қайттан куб болады. Содан байқауға болады бір текті екенін. Енді екінші d есеп шығарып берейін. Мен занятпын енді. Так, 2x куб y штрих. Y штрихтің мынаны қоямын. u штрих x плюс u тең y-дің орнына u көбейтілген x деймін. 2x квадрат минус y квадрат u квадрат x квадрат. Осындай мына теңдеуіміз мына түрлерді арқылы осыған келді. Енді қарасаңыздар, 2x куб тұра берсін. u штрих x плюс u тең, мына жерде x квадратты жақшаның сыртына шығарсақ, u көбейтілген x куб болады. 2 минус u квадрат. Екі жақта теңдерін x куб бар, қысқартамыз. Өзі бір тек теңдеулерді міндетті түрде қысқаруға келу керек. Енді жақшаны ашып жазатын болсақ, 2 u штрих x плюс 2 u тең 2 u минус u куб. Жақшаның астында 2 u минус u куб. Екі жақта да 2 u бар, қысқартып тастадық. Тағы да не қалды? 2 u штрих x тең минус u куб. Енді u штрих дегеніміз не еді? Ол du бөлінген dx көбейту x тең минус u куб. Енді бөлеміз уларды бір жаққа. Мысалы, мына du тұр. Минус, мына u куб мұн жаққа әрине бөлу болып кетті. Бөлу u куб. Тең мұн жақта минусым тұр, мына минус тұр. Мына dx бөлімде тұрған еді алымға келеді. Екіміз мұн жақта қала берсін. Мына x-іміз көбейту тұрған мұн жаққа бөлу болып кетеді. Осылай бөлінді. Екі жағынан да интеграл ала салам. Екім тұр. Енді бір бөлінген u куб, ол дегеніміз u-дің минус 3 дәрежесі дегенсіз. Оның интегралы u-дің минус 2 дәрежесі бөлінген минус 2. Тең минус тұра береді. Бір бөлінген x-тікі ол ln x плюс c дей салайық. 2 мен 2 қысқарды. Минус 1 бөлінген u квадрат тең минус ln x плюс c. Енді u-дің орнына қайттан қоюды ұмытып кетпейік. U дегеніміз не еді бізде? U дегеніміз ол y бөлінген x. Мынаның орнына қоятын болсақ, сонда бізде минус x квадрат бөлінген y квадрат тең минус ln x плюс c. Міне мына башқында жалпы шешім. Минусқа бөліп жүруге болады, енді техникалық нәрселер. Мен ойымша бірінші текті дифференциалды теңдеулерді ұқтыңыздар. Енді сызықтық бірінші ретті, ана бірінші текті болып, мұны бірінші ретті сызықтық. Бірінші ретті сызықтық теңдеулерде біз барлығын нөр түрге келтіреміз. Y штрих плюс py тең q деген түрге келтіреміз.
Одан кейін екінші шаг, мына бірінші шаг. Екінші шаг интегралдық фактор, оны u деп белгілейміз. Ол тең e-нің дәрежесінде p dx интегралдық факторын табамыз. И үшінші шаг шешімі y тең 1 бөлінген u интеграл k көбейтілген u. Осы біздің есептің жауабы болады. Енді мысалы үшін, допустим, біріншісін қарайық. Өзі бірден келіп тұр мынау. P-ның орнында яғни қарап отырсыздар. P-ның орнында 2x тұр, q-дің орнында x e-нің минус x квадрат тұр. Бірінші шаг. Екінші шаг интегралды фактор табу. U тең e-нің интеграл 2x dx. Немесе e-нің 2x-ның интегралы білеміз ғой, x квадрат. Осында интегралды фактор таптық. Үшінші, плюс с деген нәрселер жазылмайды интегралды факторда. Үшінші, енді y тең 1 бөлінген u, яғни 1 бөлінген e-нің x квадрат дәрежесі көбейтілген q дегеніміз бізде не еді? Q дегеніміз бізде x e-нің минус x квадрат дәрежесі, көбейтілген u дегеніміз ол e-нің x квадрат дәрежесі. Міне, мына жерде интеграл бар. 1 бөлінген u, q-дің орнында міне тұр. Мына u-дің орнында тұр dx. Енді осыны есептесек, бұл тең 1 бөлінген e-нің x квадрат дәрежесі тұра берсін. Интеграл. Мынау мен мынау бірін жояды, просто x қана қалды. dx тең 1 бөлінген e-нің x квадрат дәрежесі. X-дің интегралын барымыз дейміз, ол x квадрат бөлінген 2. Мына жерде цны қосамыз. Не оп оңай. Тағы бір мысал келтіріп жүрейік. Міне мына екіншісін өрді көрсетейін. Мына жерден y штрих қылып жазып алайын. Y штрих дегеніміз ұмытып кетпейік, бағанағы dy бөлінген dx. Яғни dx-ке бөліп жүремін теңдеуді. Сол кезде не болады? 3x квадрат x куб плюс y тең y штрих қой. dx-ке бөліп жүрдім мен. Енді жақшаны ашайық. Не болады? 3x-тің 5 дәрежесі плюс 3x квадрат y тең y штрих. Біз мына бір түрге тұрмыз керекпіз. Y штрих плюс. Яғни y штрих тұр. Мына сол жаққа барам. Минус 3x квадрат y тең 3x-тің 5 дәрежесі. P-мыз сонда міне тұр. Мынау P, мынау бізде Q. Бірінші шаг келтірдік мына бір түрге. Екінші шаг интегралды фактор, яғни u тең e-нің p-ның дәрежесі. P дегеніміз ол минус 3x квадрат dx тең e-нің минус 3 тұра берсін. X квадрат интегралы x куб бөлінген 3 қой. 3 пен 3 қысқарып келеді. E-нің минус x куб дәрежесі. U-ды таптық. Енді үшінші шаг y тең 1 бөлінген e-нің минус x куб дәрежесі көбейтілген интеграл q дегеніміз 3x-тің 5 дәрежесі көбейтілген u дейді. E-нің минус x куб дәрежесі dx тең. Енді e-нің жерде x куб дәрежесі, жерде 3-ті сыртқа шығарса болады. X-тің 5 дәрежесі көбейтілген e-нің минус x куб дәрежесі dx. Енді мынаны ары қарай бірден көбіне есептеуге болады, бірақ мына жерде мен көріп тұрмын, x-тің 5 дәрежесі. Қазір біз оны кішкене ұзақтау интеграл, біраз уақыт алайын деп отыр. Бірақ негізгі нәрсені сіздер естеріңізге түсірдіңіздер деп ойлаймын. Сабақ пайдалы болған шығар. Сау болыңыздар.